Мен Қанипа Бітібаева Омарғалиқызымен 1995 жылы Алматы қаласында Абай Құнанбаевтың ұлы Абайдың туғанына 150 жыл толуына байланысты үлкен ғылыми конференцияда кездестім. Кейін екеуміз бірге араласып кеттік. Өскемен қаласы Жамбыл гимназиясында 3 жылдай бірге қызмет жасадық. Сол кездерде мен апайды күнде көріп жүрсем де сағынатын едім. Бір күні ол мен сабақ беріп жатқан сыныпқа кіріп, бір нәрсе айтқысы келіп тұрғанын байқалды. Біз тынышталып отыра қалдық. Қанипа апай тыныштықты бұзып: сендер балалар әдебиетті сүйесіңдер, әдебиетті кие тұтасыңдар. Ал сендердің алдарыңда әдебиеттен сабақ беретін мұғалім ғана емес, әдебиетті жасаушы ақын тұр деді. Міне осы сөздерден ол кісінің маңайына нұр шашып, жақсылық жасап жүретін дархан жүректі адам екенін байқатады. Өз басым Қанипа апайды қазақтың Ыбырай Алтынсариннен кейінгі ағартушы, үлкен жүректі ұстазы санаймын. Ол кісі әдебиет танудың, әдебиетті оқытудың үлкен профессоры, 30-40 кітап жазған, және де тіл жанашыры, қоғам қайраткері дәрежесіне жеткен адам. Өзінің талантымен, өзінің күшімен, әрине. Қанипа апай туралы көзінің тірісінде поэма жаздым. Орны ойсырап тұрған тұлға деген мақала жаздым облыстық газетке. Кейін Қазақстан мектебі журналына республикалық жаңаша оқыту әдістемесі мен Қанипа апайдың әдістемесінің үндестігі жөнінде мақала жаздым. Яғни бұдан 20-30 жыл бұрын қазақ топырағында жаңаша оқытудың әдістемесін Қанипа Бітібаеваның дүниеге әкеліп қойғандығын қазір жалғыз мен емес, мұғалімдер арасында, ғалымдар арасында пікірлер кеңінен тарап жатыр. Қанипа апайдың есімі қазақ педагогикасымен, қазақ тілімен, қазақ әдебиетімен бірге жасай береді деген сенімдемін.